Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биологиядан 4-ші тоқсанға арналған 3-ші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: микробиология ғылымы нені зерттейді? Жай көзге көрінбейтін ағзалардың тіршілік әрекетін зерттейді, яғни С жауабы. Б тапсырмасы: төмендегі суреттерден бактериялардың формаларын анықтаңыз дейді. Бірінші суреттегі бактерияның формасы таяқша тәрізді, ал екінші суреттегі бактерияның формасы шар тәрізді. Үшінші суреттегі спираль тәрізді. Келесі екінші тапсырма: суретте йогурт дайындау үдерісі бейнеленген. А тапсырмасы: суретті пайдаланып, йогурт дайындау үдерісін сипаттаңыз дейді. Ең бірінші сүтті қайнатамыз, сосын 30 минут суытамыз оны. Үшінші 42 градус температурада ашытқы салып араластырамыз. 6-8 сағатқа 42 градус жылы жерге қоямыз. Соңынан салқындатуға тоңазытқышқа саламыз. Б тапсырмасы: йогурт әзірлеу кезінде сүттің температурасы 42 градус болғанда ғана ұйытқыны қосады. Неліктен? Себебі 42 градус сүттің ашып, онда бактериялардың көбеюіне қолайлы орта болып табылады. Қажетті температураға дейін суығаны күтпей, ашытқыны қосқан кезде бактериялар өліп қалуы мүмкін, сәйкесінше йогурт ашымай қалады. С тапсырмасы: ұйытқа араласқан қоспаны бөлме температурасында 1 тәулікке қалдырады. Неліктен қоспаны тоңазытқышқа қалдыруға болмайды? Себебі бөлме температурасы бактериялардың көбеюі үшін қолайлы орта. Тоңазытқышқа салған кезде ашу процесі тоқтап қалуы мүмкін. Осымен БЖБ тапсырмалары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.